Ладно, өтіре берейін. Жоқ, памятім жоқ мен. Алпыс жетінші гимназия қайда? Аңдарыңызда 5-ші асының әзілмемдегі көмек ойынға көмек алу үшін келдік. Ендеше біздің тәртібімізді ауыз тиіп отырыңыздар. Айтпақшы, маркет газеттің бізге бастамамызға не қатысы бар деп ойлап отырған шығарсыздар. Біз жай ғана 7-ші сыныптардыкінде темір шкафчиктер армандап жүр едік. Generation Z, biz бастаймыз. Biz осы жайдарманға ұзақ дайындалдық. Сонымен тамашаларымыз 5-ші А сыныбының ат таңдау кезегі. Ой, шүлегі қазақ жіберейікші. Жоқ, одан да алыдағы пакетталды қазір ол трендте ғой. Бірдеңе современный нәрсе табайық та, мысалы әзілмемдер сияқты. 2 сағат өткеннен кейін. Ал енді атыс қалай шығамыз? Қандай? Жаңа оқушымен болған оқиға көреміз. Ассалаумағалейкум. Жаңадан келген оқушы сенсің ба? Е? Таныс қояр, менің атым Аршын. Сенен қандай жақсы біледі? Менің атым Ерсұлтан. Давай сен маған кім екеніңді айтасың да, мен сенің досың кім екенін айтып беремін. Ой, мен деген 5 асының атаманым, қыздардың арманым, красавчикпін ғой. Достым, мен ғой сенің достым, Достым, абрикосым. Generation Z, Generation Z, Generation Z, Generation Z. Всем привет, ставь мне лайк, не дизлайк. Я родилась уже в сотком руке. Душка мое поколение не умела ходить, включала YouTube. Шесть сама себе в голову не умела ходить. Делала свары 3 года, знала, что такое хайп. Всегда тренде, лайки люблю. Нет вангая, я не смотрю. Нашла в интернете отличный стул. Смотрю обзоры помады для губ. Вот мой дрон в руках, слайм. WhatsApp, смайлы, разрезал лайк. Мне всего 7, нужен стресс. Лежу, что не на процесс. Лэп, кэп, лопат, кек, обидка, бегать, делает радио. Я представляю поколение Z, да, так представляю поколение Z. Ты поколение Z. Сіздермен болған Generation Z, рахмет. Келесі кезек